Ертең Қазақстан жұртшылығы рухани келісім күнін атап өтеді. Мереке алдында діни бірлестік өкілдері қайырымдылық жәрмеңкесін өткізді. Соның ішінде медициналық мекемелер де бар. Қарағандылық Александр Ким 7 жылдан бері осы ауруханада тұрып келеді. Өмірінің тауқыметін тартқан кейіпкердің тағдыры осылай болған. Туа мүгедек атанған жан бұл жерде өзін үйіндегідей сезінеді. Ал ақ халатты абзал жандарды туысындай көреді. Персонаж хороший. Бұл жердің қызметкерлері өте мейірімді. Бастапқы кездері әрине қиынға соқты, бірақ кейін мен өзімді үйдегідей сезіне бастадым. Бұл медициналық мекемеде 2 бөлім бар. Біріншісі төсек тартып қалған қарттарға арналған болса, екіншісі онкология дертіне ұшыраған жандарға арналған. Науқастар тек қана медициналық қызметті ғана көріп қоймайды, сонымен қатар психологиялық қолдауды да алады. Сыйлық қабыл алыңыз. Осы мерекені Рухани күні қарсаңында медициналық орталықта емделушілерге арналған жүректен жүрекке акциясы өтті. Дін бірлестіктерінің өкілдері науқастарға керек жабдықтарды, оның ішінде азық-түлікті де тарту етті. Облысымызда діни бірлестіктермен бірлесіп, дін істері басқармасы атынан осы ауыр науқасты адамдарға азын-аулы сыйлығымен рухани тұрғыда, материалдық тұрғыда бір көмек болсын деп осындай іс-шараны ұйымдастырып жатырмыз. Аталған кездесулер емделушілерге ауадай қажет, себебі рухани қажеттілік ететін тұстары да бар. Өмірінің ауыр кезеңінде дін өкілдерінің уағыз насихаттары науқастарға күш-жігер беретіні анық. Больные у нас очень тяжелые. Біздің емделушілердің дерттері өте ауыр. Хоспис қызметкерлері барынша көңіл бөлуге тырысады, бірақ рухани азықтың орны бөлек әрине. Бүгінде Қарағанды облысы бойынша 317 діни бірлестіктер тіркелген. Осындай қайырымдылық жәрмеңкесі жыл сайын өз жалғасын табатын болады. Аймасақта Ернұр Жомарт, Арайлы Майверкулова, Сақа телеарнасы.